Hamid Official. Hamid Official. Баршаға сәлем достар, бұл қызықты ақпараттар беретін Hamid Official YouTube арнасы. Бүгін Латын Американдық киноактриса, әнші, модель, бизнес-вумен Дженнифер Лопес туралы ең қызықты ақпараттарды ұсынатын боламыз. Әзірге каналға жазылып, қазақша ақпараттарымызға лайк басып, қолдау көрсете кетіңіздер. Жарнама бойынша экранда көрсетілген электронды почтаға немесе Telegram нөмірге жазсаңыздар болады. Дженнифер Лин Лопес 1969 жылы 24 шілдеде Американың Нью-Йорк қаласына қарасты Бронкс атты криминалды ауданда өмірге келген. Оның әкесі Дэвид Лопес сақтандыру компаниясында жұмыс істесе, уақыт өте программист болып жұмыс атқарған. Ал анасы Гвадалупе балабақшада істеп, кейінірек бала тәрбиесімен үйде отырған. Дженнифердің Лесли есімді әпкесі, Ленди есімді сіңлісі бар. Жастайынан талантты қыз, анасының киімдерін киіп, ән айтып, би билеп көпшіліктің назарын өзіне аударады. Оның бойындағы өнерін байқаған ата-анасы 5 жасында вокал сабағына береді. Вокалдан бөлек би билеп және балалар театрына қатыса бастайды. Дженнифердің ата-анасы қыздарын католик мектебінде оқытады. Мектепте ол хорға қатысып, бойындағы талантын шыңдай бастайды. Уақыт өте Престон мектебіне оқуын ауыстырып, мектеп қабырғасында гимнастикамен айналысады. Софтболдан мектеп командасының құрамында ойнайды және жүгіруден ұлттық жарыстарға қатысады. Мектеп бітіретін уақытта Дженнифер кино кастинг өтіп жатқаны туралы ақпараттар естиді. Өнерлі қыз кастингке қатысып, алғаш рет «Менің кішкентай қызым» фильмінде кішігірім рөл сомдайды. Осы фильмнен соң Дженнифер кино жұлдыз болуды арман етіп, түрлі кастингтерге қатыса бастайды. Алайда ата-анасы оған қарсы шығып, юрист мамандығына оқуға түсіреді. Дженнифер бір семестр ғана оқып, өз арманын орындау үшін Манхэттенге кетіп қалады. Жаңа қалаға келген ару алғашында юристтің көмекшісі, кейіннен парфюмер сатушы болып жұмыс жасайды. Жұмыстан тыс кино кастингтерге қатысып, мюзиклдарда рөл сомдайды. Сонымен қатар түнгі клубтарда би билеп ақша табады. Оның бойындағы талантын байқаған өнерпаздар хор ұжымына солист ретінде шақырады. Дженни хор ұжымымен Еуропаны аралап гастрольдік концерттерге қатысады. Уақыт өте Synchronicity би тобымен Японияда өнер көрсетеді. Оның би икемдері ерекше болды. Онымен қоса фигурасы да гитарадай сымбатты еді. 90 жылдардың басында актриса ретінде бірнеше фильмдерге түсе бастайды. 1995 жылы Ақшалы поезд киносынан актриса $200 000 қаламақы алады. Алайда фильм кинопрокаттан шығып кетіп, сәтсіздікке ұшырайды. Ал Менің отбасым киносынан $25 000, ал 1996 жылы жарыққа шыққан Қан және Вино фильмінен $250 000 қаламақы алады. Актриса кинодағы мансабын жалғастыра отырып, Джек комедиясынан $200 000, Анаконда киносына түсіп $1 миллион қаламақыға ие болады. Анаконда киносы актрисаны көпшілікке танытып қана қоймай, жаңа фильмдерге түсуге мүмкіндіктер жолын ашып берді. Сол уақытта актриса Охани Ноа есімді даяшы жігітпен кездесе бастайды. Жарасымды жұп 1997 жылы үйлену тойларын жасайды. Алайда бір жылдан соң ажырасып кетеді. Екеуі дос болып қалғанмен түсініспеушіліктер туындап, Охани компенсация төлесін деп Дженниферді сотқа береді. Актриса сот процесінен $545 000 өндіріп алады. Ал бұрынғы күйеуіне $200 000 төлеуге мәжбүр болады. Алайда сот Оханиді бұдан бұлай Дженнифер туралы жаман ақпараттар таратса, заң жүзінде жауапқа тартатынын ескертеді. 1997 жылы актриса Селена киносына түсіп $1 миллион табыс табады. Онымен қоса Алтын глобус марапатында ең үздік әйел образы номинациясын жеңіп алады. Сол жылы актриса Бұрылыс трейлерінде ойнап тағы да $1 миллион қаламақы алады. Ал 1998 жылы Анс есімді құмырсқа мультфильміне дубляж жасап, $500 000 қаламақыға ие болады. Сол жылы актер Джордж Клунимен бірге «Вне поля зрения» фильмінде басты рөл сомдап $2 миллион табыс табады. 1999 жылы Дженнифер Лопес кинодан бөлек әндер жазып, өзін жаңа қырынан танытады. Сол жылы On the Sex деп аталатын музыкалық альбомын жарыққа шығарады. Ән жинақта Let's Get Loud әні оның әнші ретінде шоу-бизнестегі визиткасы болды. Сол уақытта Дженнифер танымал рэпер P. Diddyмен кездесе бастайды. Олар жақсы жұп болғанмен түнгі клубта болған атысқа қатысы бар деп полиция екеуінде тұтқындайды. Алайда Дженнифер ақталып шығып, ал рэпер кінәлі деп танылады. P. Diddy Дженнифердің көзіне шөп салып басқа қыздармен кездесіп жүргендіктен олар
қарым-қатынастарын тоқтатады. 2000 жылы актриса ретінде клетка триллеріне түсіп, $4 миллион қаламақы алады. 2001 жылы Дженнифер Лопестің екінші музыкалық альбомы J Lo атауымен сатылымға шығады. Ән жинақтағы бірнеше әндер хит дәрежесіне жетеді және сәтті шыққан альбомның 8 миллион нұсқасы сатылып кетеді. Жинақтағы әндердің біріне бейнебаян түсіріп жатқан сәтте әнші Крис Джад есімді биші жігітпен танысып, көңіл жарастырады. Көп ұзамай 2001 жылы олар отау құрады. Журналистер екеуінің отбасылық жағдайларын көп талқылай бергендіктен 9 айдан кейін Крис Дженнифермен ажырасады. Әнші ретінде сәтті қадамдар жасағанмен актриса ретінде Дженнифер Лопес түскен «Свадебный переполох», «Глаза ангела», «Госпожа горничная», «Меня хватит» фильмдері үлкен сындарға ұшырайды. Тіпті «Алтын малина» антипремиясында ең нашар әйел рөлі номинациясына лайық деп танылады. Дегенмен актриса дәл осы фильмдерден $40 миллион табыс табады. Дженнифер Лопес пен актер Бен Аффлек түскен «Джили» киносы да сыннан көз ашпады. Тіпті бұл жолы актриса ең нашар әйел рөлі және экрандағы ең нашар жұп номинацияларына ие болады. Кинода ең нашар жұп болғанмен Дженнифер мен Аффлек өмірде романтикалық қарым-қатынас орнатады. Тіпті екеуі үйлену тойларында жоспарлайды. Дегенмен екеуі айырылысып жай ғана дос болып қалады. 2002 жылы Дженнифер Лопес әнші ретінде үшінші ән жинағын жарыққа шығарады. Альбом 6 миллион нұсқада сатылымға шығып, кейбір әндері Billboard чартында бірінші орынға жайғасады. Жинақтағы Dear Ben ән Дженнифер жүрегін жаралап кеткен сүйіктісі Бен Аффлекке арнап шығарады. 2004 жылы актриса «Девушка из Джерси», «Незаоченная жизнь», «Давайте потанцуем» фильмдеріне түсіп, жалпы алғанда $22 миллион қаламақы алады. 2005 жылы актриса «Егерде енен құбыжық болса» комедиясына түсіп, $15 миллион табыс табады. Алайда тағы да ең нашар әйел рөлі номинациясына ие болады. 2005 жылы Дженнифердің Rebirth атты 4-ші музыкалық ән жинағы тыңдарманға ұсынылады. Әнші бұл альбомын 2004 жылы рак ауруынан қайтыс болған Пейдж Питерсенге арнап шығарады. Бен Аффлектен айырылысқан әнші күйзеліске түсіп жүрген сәтте әнші Марк Энтони оған қолдау білдіреді. Осылайша Дженнифер мен Марк ортасында махаббат пайда болады. 2004 жылы Марк бірінші әйелі актриса Даярнара Торреспен ажырасып, бірнеше айдан кейін Дженниферге үйленеді. Сол уақытта жанкүйерлер екеуін керемет жұп деп атай бастайды. Актриса фильмдерге түсуді жалғастырғанмен музыкалық мансабына көбірек көңіл бөледі. Осылайша 2007 жылы альбомын жарыққа шығарады. Сәтті шыққан ән жинақтан соң күйеуі Марк Энтонимен бірге гастрольдік сапарға шығып концерттер бере бастайды. Соңғы концертін берген сәтте сахнада ән айтып тұрған екеуі жанкүйерлеріне алғашқы перзенттерін күтіп жүргенін қуана хабарлайды. 2008 жылы 39 жастағы Дженнифер Макс және Эмми есімді егіз перзенттерін өмірге әкеледі. Алайда Марк пен Дженнифер 7 жыл отбасы құрғанмен ортақ келіспеушіліктен ажырасып кетеді. 2010 жылы актриса «Алтын малина» антипремиясында соңғы 10 жылдағы ең нашар актриса атағына лайық деп танылады. Бұл марапатқа қарамастан Дженнифер жаңа фильмдерге түсуді жалғастырады. 2010 жылы «План Б» киносында басты рөл сомдаса, 2011 жылы «Скат» және «Континентальды сыну» мультфильміне дубляж жасайды. 2011 жылы Дженнифер Лопес «Махаббат» деп аталатын 7-ші альбомын тыңдармандарына ұсынады. Ән жинақтағы Питбульмен бірге орындаған «On the Floor» әні әлемдік хит дәрежесіне көтеріліп, музыкалық чарттарда көш бастайды. Сонымен қатар ең көп сатылған музыка және ең танымал музыкалық видео номинациялар бойынша Гиннестің рекордтар кітабына енеді. Қазіргі таңда дәл осы әннің бейнебаяны YouTube'да 1 миллиард қаралымнан асып кеткен. Сол уақытта әнші американдық идол шоуында қазылар алқасының құрамында отырады. Телевизиялық шоу Дженнифердің арқасында тез танылып кетеді, ал актриса осы шоуға қатысқаны үшін $12 миллион қаламақы алады. Көп замай J Lo өзінен 17 жас кіші Каспер Смарт есімді биші жігітпен кездесе бастайды. Екеуі 3 жыл кездесіп жүргенмен белгісіз себептермен айырылысып кетеді. Актриса 2012 жылы «Не күту керек, бала күтіп отырғанда» комедиясында және актер Джейсон Стэтхэммен бірге «Паркер» фильміне басты рөл сомдайды. Сонымен қатар «Мұз дәуірі» мультфильмінің 4-ші бөліміне дубляж жасайды. 2014 жылы «Жанкүйер» фильміндегі рөлі үшін тағы да ең нашар әйел рөлі номинациясын иеленді. 2015 жылы «Лила және Эва» триллеріндегі рөлде актриса үшін сәтті болды деп айта алмаймыз.
2013 жылы Голливуд аллеясында Дженнифер Лопестің есімі жазылып, актрисаның қаншама жылдық еңбегі бағаланады. 2014 жылы әнші AKA деп аталатын 8-ші ән жинағын жарыққа шығарады. Сол уақытта Дженнифер рэпер Дрейкпен кездесіп жүр деген сыбыстар тарайды. Алайда бұл жай ғана шығармашылық байланыс болып шығады. 2017 жылы Джей Лоу танымал бейсболшы Алекс Родригеспен кездесе бастайды. Тіпті екеуі неке құрмаса да бірге тұрып, бір-бірінің перзенттерімен танысады. 2016 жылы актриса Көк реңдер сериалында ойнаса, 2018 жылы бәрін басынан баста мелодрамасына басты рөл сомдайды. Дженнифер әуезді ән салудан бөлек керемет билермен де жанкүйерлерін тамсандыра білді. 2016 жылы Джей Лоу World of Dance шоуында өзі продюсерлік етті және қаздар алқасында өзі отырды. Би жанрларын қамтыған бұл шоу жаз айларында телеарна арқылы 10 миллион көрермен жинай алады. 2019 жылы актриса стриптизерша фильміне түседі. Бұл жолы Дженнифер Алтын глобус кино премиясында екінші пландағы үздік әйел образы номинациясын жеңіп алады. Айтпақшы, дәл осы кинода актриса ешқандай қаламақысыз тегін ойнаған. 2020 жылы карантин уақытында Дженнифер мен Алекс айырылысып кетеді. Басты себеп Алекс Мэдисон Лекрой есімді модельмен кездесіп жүрген. Арада көп замай Дженнифер бұрынғы ғашығы Бен Аффлекпен қайта қарым-қатынас орнатып кездесе бастайды. Алайда жанкүйерлер бұл пиар үшін жасалған нақты қадам деп болжам жасауда. 2022 жылы актриса «Первый встречный» комедиясында актер Оуэн Уилсонмен басты рөл сомдады. Алдағы уақытта Джей Лоудың қатысуымен «Моя пиратская свадьба», «Мама» және «Атлас» фильмдері жарыққа шығады деп күтілуде. Дженнифер Лопес кино және шоу бизнесте ең танымал әртістердің тізімінде көш бастап тұрады. Ол ең сексуалды әйел, ең тартымды ару ретінде модельдік жұмыстарды да атқарады. 2000 жылы актриса Грэмми марапатына киіп келген ашық киімі көпшілікті таңғалдырған. Статистикалық мәліметтер бойынша Дженнифердің дәл осы фотосын Google'дан миллиондап адамдар іздеген. Актрисаның дәл қазіргі уақытта табысы $400 миллион құрайды. Дженнифер кино мен музыкадан бөлек бизнес-вумен ретінде қомақты табыс табады. Оның Джей Лоу бай Дженнифер Лопес атты киімдер дүкені және Мардес деп аталатын жеке ресторанында бар. Онымен қоса Джей Лоу иіс сулары да ең көп сатылған парфюмериялар қатарына кіреді. Дженнифердің концерттік райдері адам шошырлықтай. Ол сахнада өнер көрсету үшін құлағына иллюстративті бриллиантпен жасалған наушник тағу керек. Сонымен қатар әнші отыратын әжетхана унитазы кожаный болуы талап етіледі. Дженнифер L'Oreal Париж, Суперстар маскара туштары, Пепси сусындар мен тағы да басқа 10-ға жуық қымбат брендтердің жарнамаларына түскен. Танымал әнші кейбір концерттерде 20 минут өнер көрсеткен үшін $2 миллион қаламақы алған. Оның инстаграмында 195 миллион жазылушы бар. Оның инстасына бір пост салу үшін $675 мың тұрады. Жақсы табыс табатын Джей Лоу оны қалай жаратуды да білет. Мысалы, қолына тағып жүретін браслеттің құны $30 мың басталады. Қолындағы сағаты $100 мың. Үшінші күйеуі болған әнші Марк Энтони сыйлаған бриллиант жүзіктің құны $4 миллион асады. Дженнифер шуба киген ұнатады. Оның бір шубасының құны $150 мың басталады. Актрисаның көптеген қалаларда жылжымайтын мүліктері бар. Мысалы, 2000 жылы Лос-Анджелестен $4 миллион 300 мың алған үйін 4 жылдан кейін $12 миллион сатып жібереді. Ал Майамиден алған үйін $40 миллион сатқан. Сонымен қатар әншінің Манхэттенде арнайы пентхаусы, Лос-Анджелестің Белл-Эйр штатында $28 миллион қалған особнягі бар. Қазіргі уақытта балалармен осы особнякта тұрады. Оның гаражында $310 мың қалған Rolls-Royce көлігі, $168 мың қалған Porsche Carrera автокөлігі, $236 мың қалған Алекс Родригес туған күніне сыйлаған Bentley Continental көлігі, Cadillac Escalade және Aston Martin секілді қымбат көліктер бар. Джей Лоу қайырымдылықпен де тұрақты айналысып тұрады. Мысалы, 2017 жылы Пуэрто-Рикода болған дауылдан зардап шеккендерге $1 миллион қаражат аударады. Дженнифер Лопес әлемдік танымал әнші, әдемі актриса, ең сексуалды әйел және сәтті бизнес-вумен ретінде миллиондаған жанкүйерлері бар талант иесі. Ол сахнаға шығып өнер көрсеткенде бойындағы энергиясын көріп таңғалған адамдар өте көп. Оның ашық киген әрбір киімі, фильмдер мен әндері әр уақытта көрермен назарынан тыс қалған емес. Спортпен тұрақты түрде шұғылданатын Дженнифердің сымбатты денесін көріп, оны 53 жаста деп еш ойламайсың шіркін. Достар, сіздерге ақпараттарымыз ұнаған болса, лайк басып қолдау көрсете кетіңіздер. Алдағы уақытта қандай танымал жұлдыздар туралы ақпарат бергенімізді қалайсыз?
төмендегі комментарий бөліміне пікір қалдырыңыз. Жарнама бойынша экранда көрсетілген электронды почтаға немесе Telegram нөмірге жазсаңыздар болады. Бұл қызықты ақпараттар беретін Хамит Official YouTube арнасы. Ақпаратты дайындаған Хамит, мәтінді оқыған Берік Сабыр. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.